Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен молочная девочка тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге 1,5 банка сгущенка қажет болады. Сгущенканың проценті 8,5% болғаны дұрыс, өте қою болғаны жақсы болады. 1,5 банка сгущенкамызды салып аламыз, оған 4 жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни миксерлеп аламыз. Осылай миксерлеп болғаннан кейін оған ерітілген сары май қосамыз және де ұнымызға 2 қасық разрыхлитель қосып, жақсылап араластырып, осыны сгущенкамызға қосып, тағы да бір рет миксерлейміз. Мінекей осындай қою теста болып шығады. Енді пергаментті алып, осыған 3 қасықтан салып, жан-жағын осылай жайып, домалатып аласыздар. Енді осыны духовкаға 160 градуста 3-4 минутқа пісіріп алатын боламыз. Әбден суығаннан кейін ғана бұл корждарды пергаменттен аласыздар, өйткені бұл жабысқақ болып піседі. Мінекей осылай 7 корж шықты менен. Енді кремін дайындайтын боламыз. 33% сливкиді аламыз, оған сахарный пудра салып, жақсылап миксерлейтін боласыздар. Өте қою болғанша миксерлеу қажет. Мінекей осындай қою болуы керек. Енді осыған жаңа қалған жарты банка сгущенкамызды қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Мінекей осындай воздушный крем шығатын болады. Енді тортымызды жинаймыз. Корждарымызды разъемный формаға салып алған жақсы болады. Сол кезде қозғалмайды, кремдеріңіз ағып кетпейді, жақсы болып жиналады. Осылай әрбір коржды қойып, арасына крем жағып, жан-жағын барлығын жақсылап креммен жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Жинағаннан кейін 1 сағатқа холодильникке қойып қоясыздар. Енді біз торттың сыртына жағатын кремді дайындаймыз. Торттың сыртына жағатын крем өте қою болу керек. Сол үшін 33% сливки, сахарная пудра және де творожный сырды үшеуін қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Творожный сырды міндетті түрде қосу керек. Сол кезде крем осындай қоп-қою болып шығады. Енді тортымызды холодильниктен алып, сыртына осы кремімізді жағып, жақсылап әсемдеп аласыздар. Крем қою болғандықтан торттың сыртын тегістеу көп уақытты қажет етпейді. Мінекей осындай болып торттың сыртын әдемілеп алдық. Енді осыны өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеуге болады. Мен бұл жерде вафельный крошканы пайдаландым. Осылай жан-жағының барлығына вафельный крошканы сеуіп, тортты әсемдеп алдым. Сіздер жеміс-жидекте қолданып әсемдеуге болады. Біздің тортымыз дайын болды. Өте керемет болып шығады, қыздар. Жасалу жолы өте оңай, көп уақытты алмайды. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін торттардың бірі. Дәмі өте керемет, прям аузыңызда еріп тұрады. Жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.